сәлеметсіздер ме? Бүгін біз WordWillNet бағдарламасы бойынша информатика пәнінен жұмыс жасайтын боламыз. Олай болса, ең бірінші Google платформасын ашып алып, жаңағы айтылған WordWillNet қосымшасын тереміз. Бірінші шыққан бағдарламаға кіреміз. Одан кейін жалпы бұл бағдарламаға мен бұрын тіркелгендіктен менің аты жөнім бірден шығарылып отыр. Егер сіздер бұрын бұл бағдарламаға, яғни бұл қосымшаға тіркелмеген болсаңыздар, зарегистрироваться, яғни тіркелу батырмасын басып, ең бірінші тіркеліп алуларыңыз керек. Содан кейін создать занятияға барамыз. Түрлі шаблондар шығады. Түрлі шаблон бойынша осы шаблондардың біреуін таңдау арқылы біз өз жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Мен анаграмма бөлімін таңдадым. Олай болса, жаңағы без подсказкадан с подсказкамиға ауыстырамыз. Одан кейін біз бүгінгі жұмысымыздың тақырыбын жазамыз. Мен виртуалды әлем тақырыбын қолыма алдым. Олай болса, виртуалды әлемге байланысты, яғни түрлі соған қатысты жазбаларды жазуымызға болады. Яғни мен виртуалды әлемнің салалары бойынша өз жұмысымды ары қарай дамытатын боламын. Жалпы виртуалды әлемнің көптеген салалары бар. Соның бірі ғылым саласы. Ғылым саласы бойынша, яғни осы сурет батырмасының басу арқылы оның синонимін жазып, сол ғылым саласын жаза аламыз. Суретін шығара аламыз. Мысалы, осы бір суретті таңдауымызға болады. Өзіміздің қалаған, ұнатқан суретіміздің бірін таңдап алуымызға болады. Виртуалды әлемнің тек қана ғылым емес, сонымен қатар білім беру, медицина, сәулет және дизайн секілді және де ойын-сауық деген секілді салалары кеңінен таралған. Одан кейін тағы бір, яғни жаңағы айтылып өткен салаларға байланысты даумит фразу, яғни тағы да үлкейту деген секілді батырмаларды басу арқылы ары қарай жалғастырамын. Екінші саласы, мысалы, медицина саласын алдым. Оның суретін көрсете аламын. Тағы да енді мысалы ойын-сауық деген секілді саланың алуыма болады. Жаңағыдай іс-әрекеттерді бірінен соң бірін қайталаймын. Түрлі суреттер көрсетілген, солардың бірін таңдауымызға болады. Одан кейін ойын-сауықтан кейін сәулет және дизайн саласын таңдай аламыз. Олардың синонимдарын жазамыз. Өзімізге ұнаған бір саланы алуымызға болады. Бір суретті. Міне, осы виртуалды әлемге байланысты көптеген соған байланысты салаларды құра алдым. Одан кейін орындалу батырмасын басамыз, яғни выполнение орындалу батырмасын басып, іс-әрекетті одан әрімен жалғастырамыз. Жаңағы біздің көрсеткен шаблондарымызға байланысты бағдарлама өзінің тәсілдерін құрай алды. Мысалы, бұл жерде медицина батырмасы көрсетілген, медицина сурет көрсетілген, оның қасына медицина деген сөзді тіркеп жазамыз. Одан кейін ғылым, одан кейін сәулет және дизайн, одан кейін ойын-сауық деген секілді, одан кейін жауабын көру арқылы оның дұрыстығына қол жеткізе аламыз. Және де салыстыру, яғни біз салыстыру бойынша жұмысымызды жалғастырдық. Одан кейін тема, яғни түрлі дизайндарға байланысты оның дизайнын ауыстырып, қайтадан жаңағы тобымызды құрай аламыз. Көптеген, яғни әдемі шаблондар арқылы жаңағыдай сәулет және дизайн, ойын-сауық,
ғылым, медицина деген секілді тақырыптар бойынша құрай алдық. Міне жауабын көруімізге болады осылай. Одан кейін түрлі анаграмма, одан кейін түрлі жолдарын табу арқылы мысалы. Міне осылайша іс-әрекетті ары қарай жалғастырып, викторина, яғни тест нәтижесі бойынша оны ары қарай жалғастыра аламыз. Түрлі батырмаларға жалғастырамыз. Одан кейін біз өзіміздің бөлімімізге кіру арқылы менің мектебім батырмасын басып, менің нәтижемді көре аламыз, және де менің құрастырған осы уақытқа дейін жұмыстарымды көре аламыз. Назарларыңызға рахмет.